Ал, мынау енді бүгін Құда қаласа биылғы Наурызды әдемілеп өткізіп алдық. Сол Наурыздың өткізген 74-75 жылғы жігіттердің атынан Балтакөл ауыл әкімшілігіне арнайы киіз үй қалдырайық. Елдің іс-шарасына, мәдени іс-шараларды өткізуге үлесімізді қосайық деген мақсатта осы киіз үй әкеп беріп жатырық. Міне Алматыдан алдыртып, арнайы заказ берілген ою өрнектерімен келесі жылғы Наурыз өткізетіндер еш жерден қариды іздемейді, прокатқа алмайды. Сол елдің игілігіне жаратылсын деген мақсатта арнайы 74-75 жігіттерінің атынан елге деген қосқан үлесіміз. Құда қаласа құтты болсын, игілікке жаратыңыздар. Сейітқожадан айналайын. Ауылдың мәдениетін көтеріп жатқан азаматсың, сондықтан мынаны мәдени іс-шараларға пайдалан. Сен әдемілеп сақта осыны. Берген мүліктің күтіліп, әрі елдің рахатына пайдалануға жаратылсын. Ал, құтты болсын жігіттер. Ал, 75-тің атынан біреуіңіз айтсаңыздар шыққан. Ал, Құда қаласа мынау азғантай ғана сыйлығымыз Наурызға, Құда қаласа жылдан жылға жастарға үлгі болсын деп артымыздан осындай нәрсе із қалдырайық деп жатқан тірлігіміз. Құда қаласа оң бола берсін. Балтакөлдің 65 жылдығына шаңырағы Құда қаласа құтты болсын әрқашанда. Жалпы осы шаңырақ тек қана қызықшылыққа, тойға ғана тұтылсын деп тілейміз. Құтты болсын. Алшылыққа тұтылады деген ниетіміз бар Құда қаласа. Рахман. Құтты болсын. Ал, құтты болсын. Әп бәрекелді. Саған да рахмет.